Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай көйлекті тігуді қарастыратын боламыз. Маған келіп түскен заказ бойы 85 сантиметр, қолының ұзындығы 27, белінің ахват груди 55, ахват талия 52 сантиметр болатын өлшемдегі көйлекке заказ келіп түсті. Мен оны осы материалдан тігетін боламын. Материал мәселен двухслойный деп аталады. Және менің қолымда мен телеграм каналымнан алынған мындай сызба бар. Енді қарап тұрсаң, мына жерде ахват бойының ұзындығы 86, ал ахват груди 55, ахват талия 51 болатын, қолының ұзындығы 28 болатын, 86 размерге тура келіп тұр. Сондықтан мен оны жеке сызбасын сызбай, көйлектің осы дайын сызбамен, выкройкамен осы көйлекті тігетін боламын. Ең алдымен мына жердегі 86 размер бойынша, 86 размер бойынша мен кішкене кесіктер істеп алғым болатын. Кесіктер істеп алғам, соларды былай ұстап тұрып, осы 86 размердің несін сызып аламыз, сызбасын сызып аламыз. Бізде көйлегіміздің моделі белі талиядан кішкене жоғары тұрған болғандықтан біз талия сызығы бар мына жерде, сол талия сызығынан мына жерден етіп аламыз. Мұндағы сызбадағы кофта ол денеге кішкене жабысыңқырап тұрады, ал біздің көйлегіміз свободный көйлек болғандықтан мен оның жан сызығына 2 сантиметрдей кеңдікке қосамын. Сонда біздің 86-дағымыз тура осы сызбаның бойымен түсетін болады. Және қолдың кеңдігіне де қосатын болады. Тігісі мына жерде дайын тігісі болады, мына жерге тігіске қалатын орын болады. Міне осылайша осы сызып шыққан нүктелерімді қосамын. Сызып болдым, енді осы сызған детальді кесіп аламыз. Мына жерден тағы 1 сантиметр тігіске қалдырайын. Және тағы бір айтып кететін жайт, қолдың ойығын мен кішкене 2 сантиметрге кең істегім келіп тұр. Және де мойын ойығында кішкене 2 сантиметрге кеңдеу істегім келіп тұр. Мойын ойығым осылайша болады. Тігісін алып тастағанда. Енді осы детальді, бұл алдыңғы бөлігі бізде, көйлектің алдыңғы бөлігі. Көйлектің алдыңғы бөлігінде мынандай жіп байланған, және ішкі жағынан астар материалы бар. Менде астар материалы тура осы муслиннің өзінен болады. Сондықтан мына детальдан екеу қиып аламыз, екеу істеп аламыз. Үшін тура осы детальді материалдың келесі жағына қойып, мынау жағымен кесіп алған жерім. Материалды кішкене экономдап, себебі артық материал кеткенін бізге қажеті жоқ. Астыңғы жағын турламыз. Тағы артыққа тағы кішкене татамын. Былай да кесе беруге болады. Муслин жатысының ешқандай несі жоқ. Жатысына ешкімге қарамайды. Ешқандай әсері жоқ. Мен осылай қиып аламын. Мата жылжып кетпес үшін инелеріне орнықты етіп алайын. Енді қиып аламыз. Менде екі алдыңғы деталь пайда болды. Менде екі алдыңғы деталь пайда болды. Енді бұл детальді беттестіріп
тура ортасынан көйлектің мына бауы тұратын жерді істейміз. Мен ойлап тұрмын, бұны істейтін жерді бірінші дублиринмен обработка жасап алу керек. Көйлектің артқы бөлігін істейміз. Көйлектің артқы бөлігінде бізде түйме болады. Сондықтан ол артқы бөліктегі түймеге 2 сантиметрдей орын қалдырамыз. Сөйтеміз де мойнын тура осындай етіп қиямыз. Бірінші мына жағын қиып алайық. Содан кейін барып мойын жағына келген кезде мына жерін кішкене 2 сантиметрге жоғары алатын боламыз. Енді мойын бөлігіне келген кезде осылай. Мойын осылай болады. Ортасында менде түйме болады. Түймеге орынды аптачкамен істейтін боламын. Сондықтан оны кішкене ғана кесеміз. Осылай етіп кішкене ғана. Көйлектің қолы қалды. Жеңі кең болғанын қалаймын. Кейінірек басқа бір сабақтарда жеңді объемный қалай істеу керек екенін сабағын түсіретін боламын. Мына жерде 86 размер, бірақ мен жеңінің резинкамен кішкене мына жақтан босатып тұрғанын қалаймын. Сондықтан қазір осы жерден көйлектің жеңін істеп аламыз. 2-3 сантиметр төмен түсіп. Мына жақтан да кең етіп аламын. Жоғары жағын да кеңдеу етіп аламыз. Объемный рукава дейді. Енді матаның шеті болғандықтан осылай кесе салдым. Негізі материалды 2 бүктеп отырып кессеңіз точно шығады. Қазір артық жерін кесіп. Осылайша жең дайын. Осылайша екінші қолды бірінші қолдың үстіне қойып, үстіне қойып, осылай кесіп аламыз. Сонда екі қолымыз дайын болады. Енді юбканың астыңғы жағын істейміз. Көйлектің астыңғы жағын юбкасын істейміз. Юбкасының ұзындығын 30 сантиметр етіп алам. Тігісімен бәрімен қоса есептегенде сонда 27-28 болады. Матаның екінші жағы түзу болғандықтан мен матаның екінші жағын ала салдым. Жаңа қалған бөліктерінен алдындағы бауын істеп алдым. Оның ені 4-5 сантиметр, ұзындығы қалауыңыз бойынша. Осылайша 2 алды, 1 арты, 2 қолы, бауы және көйлектің астыңғы жағы дайын болды. Және мен жерге қазір аптачка дайындап аламын. Аптачка деген мойынның тігісін обработка жасайтын амалдардың бірі, шейный операциялардың бірі. Ол қазір осылай түседі де иықтан мынау нені алып кететін, жердегі ойықты былай жауып кететіндей болады. Ойлап қарасам, аптачканы істеген кезде мына материалдың жартысы кетеді және мына жердің обработкасына ұзақ уақыт кететін болғандықтан мен арқасын 2 деталь ретінде қиып алуды жөн көріп отырмын.
артқы және алдыңғы бөлігіне мынандай трикотажный флизелин матасын, флизелин деп атаймын, осындай материалды жабыстырып аламыз. Ол базарда сатылады. Түрі міне мынандай болады. Бір жағы клей, бір жағы клейі жоқ. Менде көйлектің алдында 3 бұрышты несі бар, жіп байлайтыны бар. Соны сызып аламыз. Материал кесілмеген әлі. Бірінші тігіп аламыз, содан кейін барып кесемін. Осылайша сызып алдым. Артқы жағында түйме тұратын орны бар. Мен оны кесіп алған болатын. Содан былай сызық түсіріп шықтым. Тігеміз. Алдындағы бауды істеу үшін осылай тігіп аламыз. Осылай тігіп аламыз да. Менде үлкен ине бар. Үлкен инеге салып, муслин матасы болғандықтан материалдың аударылуы қиын. Инеге байлаймыз. Жіпті мықтырақ болсын десек 2 рет байлап, содан кейін теріс жағымен мына жаққа кіргіземіз. Осылайша материалды аударып алдық. Жіпті кесіп тастаймыз. Инемізді алып тастаймыз. Енді мынаны үтіктеп аламыз. Енді мына көйлектің алдыңғы бөлігін ашып, мына бауларымызды салып тігіп аламыз. Мысалы мынау не жерде тұрады. Мынаны тігісін төмен қаратай қойып, осында ұзын бола берген жақсы, әдемі көрінеді. Инемен қыстырып аламын. Екінші бауды тігісін тоже төменге қаратып, екінші жағынан қойып қыстырып аламын. Қолмен былай ұстасаңыз серілеп қайта тығамын. Жоғары жағынан да тура сондай ара қашықтықты қалдырып, осылай қыстырып аламын. Және тура осы сызып алған сызықпен былай тігіс түсіріп шығамын. Енді жаңағы тігіп алған жерді ашып кесеміз. Тіккен жерде талшына болмас үшін мұны кішкене азайтамыз. Мына жерге бұрышын 2 мм жетпейтіндей етіп осылай қиып аламыз. Егер көйлек былай болып тұрған болса, значит мына жерде тағы кішкене қию керек. Көйлектің алдыңғы жағы дайын болды. Енді мына жақтарын оверлокпен өтіп шығамын. Үтіктеп алдым.
Көйлектің алдыңғы бөлігі дайын, енді артқы бөлігін тігуге кірісеміз. Артқы бөлігін де тура солай тігіс түсіріп аламыз мына жерге. Тігіс түсіріп алдым. Енді бұны кесеміз. Негізі алдын кесілген болатын, естеріңізде болсын. Ұшына келген кезде былай, екіншісін былай кесіп, теріс қаратып алып үтіктейміз. Оның алдымен иығын әзірлікпен жүріп өтемін. Мына жерде белгілеп қойған жерлерінде түйме болады. Түйменің петлясын обычный резинкадан істеймін. Базарда круглый резинкада сатады. Круглый резинкадан істесе әдемі болады. Резинканың ұзындығын неге қарап, түймеге қарап аламыз. Мұнымен де түйме ұзындығын түймеге қарап, және түйме тігіске орын қалдыратындай етіп аламыз. Тігіп алған жерімізді кішкене сөгіп аламыз. Осылайша сөгіп алған жерге мына түймеміздің петлясын саламыз. Системізді тігіп шығамыз. Міне арты дайын болды. Енді жақсылап үтіктеп аламыз. Көйлектің алды мен арты дайын. Енді осы алды мен артын біріктіретін боламыз. Біріктіру үшін иық тігісіне қосамыз. Екі ортадағы тігіс бір-бірімен беттесу керек.
екінші жағын да солай біріктіріп аламыз. Міне иықтың тігісі бірікті, екінші жағын да солай біріктіріп аламыз. Көйлектің үстіңгі жағы дайын. Енді жеңді өңдеуге кірісеміз. Бірінші айбарлықпен жеңді жартылай етіп қойамыз. Содан жеңді былай айналдырып, рөлевой тігіспен тігеміз. Жеңіміз дайын, екінші жеңді де тура осылай дайындап аламыз. Енді тігілген жеңге резинка тігіп шығамыз. Резинка тігу үшін ширинасы мен ені 1,5 мен 3,5 болатындай етіп, резинканың ені баланың білегіне келетіндей етіп аламыз да зигзаг тігіспен тігіп шығамыз. сантиметр шетінен алшақ аламыз. Резинкамызды қойып мынаның ені мен ұзындығы жетпей жатса кішкене тағы қосасыздар. Bir жағынан материалды ұстап, екінші жағынан резинканы тартып осылай тігесіздер. Резинканы üstüne koyup міне осылайша баланың қолының жеңі дайын болды. Екінші жағында солай обработка жасаймыз. Енді қолды осындай екі параллель тігіс түсіріп алып, сол тігісті ені 4-5 мм болатындай етіп тігіс түсіреміз де осылай тартып аламыз. Бұны посадка дейді. Киімді қолды киімнің үстіңгі астыңғы бөлігіне отырғызудың әдісі. Екінші жағынан да екі жіпті бірдей ұстап тұрып тартамыз. Енді қолдың мына жақ бөлігіне мына жерді тігіп аламыз. Мына алдыңғы артыңғы бөлігі орнықты болып тұру үшін. Жаңағы ширинамен тіге береміз.
Енді осы қолдың тура ортасын белгілеп алып, кішкене насечка жасаймыз да, сол тура ортасын осы жерге қондырамыз. Оң жағы. Менде кішкене жетпей қалды. Демек, жаңа тартқан жіпті кішкене распускать етеміз. Енді жетуге тиісті. Тіккен кезде жаңағы екі жіптің ортасынан тігеміз. Осылайша қолдайын болды. Енді мына жерді оверлокпен жүріп өтеміз. Осы жердің бәрін. Аз көрсетем. Бірінші былай жүреміз, екінші былай жүреміз. Негізі қалай тіккенде тұрған ештеңе жоқ. Мына жағынан жүріп өтуге болады, или мына жағынан. Екі тігісін беттестіріп, тігісіне жетіп тұрған жіптерді байлай салуға болады. Açamız. Көйлектің үсті дайын. Енді көйлектің астыңғы бөлігін жасаймыз. Матаға екі параллельный тігіс түсіреміз, сборка жасау үшін. Ара қашықтығы 4-5 мм болатындай. Көйлекке екі параллель тігіс түсіріп алдық. Екі параллель тігіс түсіріп алдық, және оны жинап, мынаның ұзындығы мына көйлектің беліне келетіндей етіп жинап аламыз.
және бәтелке етіп жайып шығамыз. Енді мынау шеткі жақта тұрған тігісті жайлап қоямыз. Көйлекті оңғаратып алып, ішіне салып, жаңағы тігіспен бетте шетінде етіп саламыз. Яғни жан тігісі, көйлек пен юбканың жан тігісі бір-біріне бетте шетіндей болып салып аламыз. Сөйтеміз деп көйлегімізді тігеміз. Жай машинкамен тігіп қараймыз бірінші. Көйлегіміз балғандары нормально жатқан сияқты. Енді жан тігісімен астыңа тігісін обработка жасаймыз, оверлоктаймыз. Ұйықтап болдың ба? Ұйықтағанды ма? Міне осылайша көйлегіміз дайын. Bana da şey söylerler.